Қалайсыздар достар, сіздермен бірге мен Нұраш және достар біз Радмирдің 3-ші серверінде ойнау жалғастыратын боламыз. Бүгін Мейлер екеуміз өзіміздің контейнерімізге келдік. Мына жақта біздің өзіміздің көрермендер бәрі контейнер қандай машина түседі соны көргісі келіп тұр. Ниеттеніп тұр қазір жалмаңдап қандай машина деп ше. Иә, достар, осы серверге кіреміз және де эффект кнопкасын басамыз. Мына жақта сол жақта промокод дейтін бар. Соған мына жаққа кіріп менің Нұраш дейтін промокодын жазсаңдар, сендерге 100.000 бонус ақшалайсыз, сосын 7 күн премиум беретін болады. Ал бізде мына жақта өзіміздің элитный контейнерді ашамыз. Осындай 3,5 миллионнан қойып шығайық. Бет Андреас. Достар, біз таптық. Біздің ақша тіркеуден өтудің 3 тәсілі. Бірінші, депозит үшін 750%, қосу 590 фриспин. Лайв және прематч үшін кең спорттық желі. Казино ойындарының бай таңдауы, депозиттерді сенімді және жылдам алу. Бет Андреас. Өз ережелеріңізбен ойнаңыз. Пока что уақыт кете берсін. Сенде бүгін қандай бюджетпен кеттің? 10 миллионға, короче. Мен ойлап тұрмын қазір бір окуп шығып бір жақсы ұнап жатқан машина болса ше өзіме қалдырам. Болмаса қазір тағы да аша берем ғой. Біз неге всегда соны сата береміз, негізі қалдыру керек. Сол ғой. Мөр шықты бір 6 миллионның. Алдында 3 BMW-ны айтса, ё-ма, қанша екеу окуп болды да, біреу ана минус айтып тұрды, соны алдық та бәрін сатып жібердік. Одан тағы аштық, қадалдық қой. Енді осы жолы қазір көреміз қандай машина түсетінін. Егер қазір 2 окуп шығыпса оларға алып кету керек. Негізі, бірақ 2 машина сенбейді, менде тек бір аудием бар ғой. Жодан Мейлер дайынсың ба? Кел, нан ашамыз, кел. Аш! Бірге, тағы бәм бұғын ау. X5 ғын ау, 2 миллион ба бірдеме ғой да? Ой, білмеймін ол. Сондай сияқты ма? Бағасын көріп жіберейін ба? 2 миллион ба? Қарашы 2 миллионға жетер жетпес. 2-де 150 екен. Ну, минустамыз біз. 1,5 миллиондай минустамыз, ну ладно. Плюс болу қиын. Ничего не страшно, гоп. Ё-моё, тағы МКС F90 ғой 8 миллион тұрады ғой. Бағасын көрейік. Тағы да 3 рет бәм. Алшы, бағасын Не қадалып жүрсің? Бағасын 3-те 6 тұрады ғой, тупой. Нормально, енді біреу... Жоқ, М5 ғой. Просто М5 ғой. М5 ма, М8 ма, соны түсіп Жоқ, М5 ғой, обычный М5 ғой. Так, наны көрейік. Сондай тұрама, не? Тағы да бәм. Құмашы? М4 ғой? Да, жаңа 2 тұра ма? М4. 2-де 2 ғой мұнау, ё-моё. Бірақ саған қарады, нормально мәшет. Сат жеріміз да, қайтын ашам. Так, продать етеміз. Етеміз. Бізде енді барлығын сатқанда қазір 8 миллион 500 мыңыз бар екен. Екеуін аша аламыз ба? Негізі банкта менде ақша бар да, оны барып шешіп келуге де болды. Та біреуін ашып жіберуге де болады. Көрейік қазір. Мына екеуіне окуп шықпаса онда барып келесің, ау. Қазір көрейік, мына екеуін бізде шыға ма, шықпай ма, енді мынаған ақшамыз жетпей тұр. Мен ойымша сен бүгін рас бірден алып шығады сияқтысың. Енді қазір Потом 3 BMW түсті саған. Алдындағындай болды ғой, дәл алдында да осылайынан бізде 3 BMW түседі. Осы жолда енді 3 BMW-міз түсті, білмеймін енді қазір. Енді нормаль машина. Алдынағындай пара жинақ тағы бір сондай машиналар түсетін сияқты қазір ше. Так, открыть. Арзан заттар түссе. Ой, 2 миллион жарым. Открываю дверь без ключа. Крузак. Короче, былай екен мен түсінген бойынша контейнер ашасың ғой. Басынан нормальный машиналар береді да, одан кейін тағы ашсаң гау. Бермейді. Нарсай, айттым ғой. Ойба! Мейлер бағана не дедің? Контейнер ашып бір подарок етіп жіберетін нелерім бар еді. Қайсы? Мечталарым деді ма? Келемес ба, ешқайсы говно өзіңе қалдырып қой. Бағана BMW-дан қатып тұрады, қымбат тұрады екен крузак. 2-де 850 тұрады. 2-де 8. Ну, 2-де 5 тұрады екен. Так, давай аш. Мынаны ашайық енді. Біреуіне ана жетемін бе, тағы жетем екен. Неше бар сенде? Сараш. Тағы біреу, жоқ жетпейді, 200 мың жетпейді, мейлер 200 мың бар ма? Бар ғой. Берейін де. Қарызым қайтар жүр, сосын не? Болды. Қарызға алып бермей жүресіңдер сөйтіп бар ғой. Телефон алмай ма? Телефон алмай артынан жүгіртіп қоясыңдар. Можно штраф выдать, $1 дейді беру маға. Қанша дедің? 200 мың. Спасибо. Обнял, поднял. Хабарласып тұр білесің мекен жайымды.
давай көрейік ал. Так, Кирилл Ющенко. Ал не? Можно вам штраф выдать, да? Мына потолок рас. Потолок машина ол. Радмирде ең топовый машина ғой мынау. Ұры болып сындыратын машина Не ғой. керек мынаны алып тастау керек қой, вообще не стоит қойшы. Не? Даже бір 50%. Жоқ ма элитныйға қалай жатады мынау ё-моё. Сол. Средний классқа жатқызу керек қой мынаны. 2-де 8 дейді. Бізде қанша бар? Мо ашылады екенбіз ғой. Аш. О, не. Еще сделай деймін алдынан ғой. Ең ешағыскен ең осы болатын рас. Так, қайсыны ашамыз билер? Ортасынан ашайын ба? Бөлек оранжевый болып тұр екен. Или жасыл ашайын ба? Ана, білмеймін, желание, конечно. Жасылды, Қайсы? оранжевый басқасын ашшы, басқа тұр. Қайсы басқа болып тұр. Жасылын аша берейші, мынаның оранжевыйлардың говно түсіп отыр ше бағанадан бері бар ғой. Прикинь, алдындағыдай 20 миллион машинасы түссе бір рет. Саған ба? Болды ғой, кетіп Нониға қаласың түскен ғой. дей ма? Ол Ол кезде түссе мен сразу алып кетемін ол кезде. Мен де сразу алып Бір қаламын. бір байып алмаймын ба? Мен деген қазір мысалы соның арқасында қазір 30 миллион машинасымен жүрмін ғой. Менде қазір басында қанша 10,5 болды, қадалып 2-де 8 қалды, қазір примерно бір минусқа кетемін ғой. Сен общий бюджетің қанша қазір состояниең? Общий 10 миллион болды ғой. Енді қазір 2-де 8. Ано, потолок рас көршіге. Екіге жетпейді ғой анау. Үндемей ма даже? Даже үндемей ма? Екіге жетпейді ғой анау. Нанды ашайықшы. Осыны ашам көрші 800 мың қалды ғой. Ё-моё. Ох, тағы тұр, тағы ашады деп ойладың ба? Ақша жоқ. Иә. Брат, ақша жоқ, брат. Брат, ақша берші, брат, ақша берші, сақалыңды зибап берем. Давай, нормальный машина түсші. Не машина түседі, окуп бола ма? 2 миллион аса ма қазір, қалай ойлайсың? Аса ма? Ақша рас. А? Аспайды. Ақша сұрап отырмын. Анау не машина? Ей! А? Toyota Supra ғой анау, Supra, где-то. Қарайын, бағасын қара, бұл где-то. 3-тен көп тұрады бұл походу, да? Думаешь? 2-де. Неше? Ей! Бая, билер 400 мың бар ма? Жетпей. Жоқ қой, мен бейшара бол. Вообще жоқ па не? Қанша жетпейді? 400 мың жетпейді тура. Бағана Бағана Camry алмағанда жететін еді, ё-бая. Короче, Camry'ді алып қой. 10,5 миллионнан бізде қалды 7560 доллар қалды бізде. Последний рез ашамыз, сонымен сол ақшамен кетеміз ғой, короче, не машина түссе де. Білем, нормальный машина түсеміз, ешек болса сатып Соны алып кетесің, в общем. Ешек болса да алып кетші. Ой, не істеймін оған. Ей! Жылап отыр. Жылаған несі? Ё-моё, контейнер түспей. Так, давай. Настроение түсіп кетті мен. Давай, ну Саш. Шурик. Эй, неме осы жүргенші. Хотя бы бензин пұлымызға қазын 1,5 миллионымыз. Ё-моё. Қадалық кілең быт машиналар түсті ғой мейлер. Неге? Не везет? Алдында бірінші рет ашқан кезде маған нормальный BMW-лар түсті, сол кезде алуға болатын еді енді қазір. Енді келесі жолы нормальный түседі деп ойлаймын мен, достар. Біз құнығып жүрік соңғы кезде. Иә, или комментарий жазып кетіңдер, бағана бірінші түскен кезде BMW-ны алуға болатын беді қайсы еді? Нормально M5 не істеймін бірақ оны. Өзімде аудио. M5 керек емес. Иә. 3 миллион 600 мың тұрмай ма, да сол M5? Иә. О, көп бізде BMW ғана болды, оны сатып жібердік. Қалған машиналар говно болды. Джиптер, крузак, BMW-лар. Енді көреміз, бір күні бізге де бір 20-30 миллион машиналар түсіп қалар. Достар, енді осы видеоны лайктан басыңдар, келесі жолы бір мықты тағы да бір машиналар түсетін шығар. Ашып көреміз келесі жолы тағы да. Егер де осы контейнер рубрикасы ұнаса, лайктарында аямаңдар. Сендердің болған мен Нұрас және де Миллер. Осы Радмирдің 3-ші серверіне кіріңдер және осы жақта промокодта менің осында Нұрас дейтін промокодын жазыңдар. Сендерге ақшай сыйлық береді және сілтеме барлық мәліметтер видеоның описаниясында болады. Ал давайте, сау! Давай!